Бүгін біз табиғаттың бізге сыйлаған ең керемет емдік тағамдары, түрлі жемістердің адам денсаулығына қалай әсер ететіні туралы айтамыз. Апельсин, лимон, анар және құрма. Бұл жемістердің барлығы күнделікті өмірде қолжетімді, бірақ олардың ағзаға беретін пайдасын көп адам білмейді. Бірінші, апельсиннің пайдасы. Апельсин тек дәмді ғана емес, дәрумендерге бай нағыз табиғи қазына. Бір апельсин күні бойы ағзаны қажетті дәруменімен толық қамтамасыз етеді. Бұл иммунитеттің басты қорғаушысы. Апельсин қан тамырларын бекемдейді. Қан қысымын төмендетеді. Ми қызметін жақсартады. Қанды сұйылтып айналымын реттейді. Жасушалық алмасуды күшейтеді. Ағзаны сергітеді. Шаршағанда немесе ұзақ жұмыс күні аяқталғанда апельсин шырыны жылдам қуат береді. Ал қызуы бар адамдар үшін табиғи жұмсақ түсіретін құрал. Екінші жеміс лимон және оның теріге күтпеген пайдасы. Лимон көпшілік біле бермейтін тері күтімінің табиғи құралы. Оның құрамындағы қышқылдар теріні ағартып, жаңартып, жасартады. Ақтаушы қасиеті. Беттегі секпіл, қарадақтар, пигменттік іздер бәрін лимон шырынымен жүйелі түрде сүрту арқылы азайтуға болады. Бірақ күнге шығар алдында қолдануға болмайды. Тесіктерді тарылтады. Егер тері тесіктері кең болса, лимон шырыны оларды тарылтып теріні сергітеді. Безеуге қарсы. Лимон табиғи антисептик. Безеуге тамызған кезде қабынуды басады, қызаруын азайтады. Әжімге қарсы құрал. Лимон шырыны мен зәйтүн майын араластырып, бетке таңертең және кешке жақсаңыз, тері жұмсарып, тегіс көрінеді. Тек сыртқы әсері ғана емес. Лимон жүрекке арналған табиғи қорғаныс. Ол қан қысымын төмендетеді. Холестеринді реттейді. Темірдің сіңуін жақсартады. Гормондардың дұрыс түзілуіне көмектеседі. Инфаркт пен инсульт қаупін азайтады. Күн сайын 1-2 тілім лимон жеу жүрек қан тамырларын қорғаудың ең қарапайым және тиімді әдістерінің бірі. Үшінші, анардың дәнектері және олардың ерекше пайдасы. Көп адам анарды жеп дәнін тастайды. Бірақ мамандар ең пайдалысы дәл осы дәндер екенін айтады. Анар дәнектерінде полифенолдар, антиоксиданттар, С және В дәрумендері, пайдалы талшықтар, темір және басқа микроэлементтер өте көп. Олар тісті нығайтады, ауыз қуысын зиянды бактериялардан тазартады. Асқазан-ішек жолының жұмысын жақсартып, зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Жұмсақ ашық қызғылт дәнді анар түрі тұтынуға ең қолайлысы. Бұл жеміс әсіресе қаназдықтан, әлсіздіктен, шаршағыштықтан зардап шегетін адамдарға пайдалы. Төртінші, хурманың ағзаға беретін пайдасы. Құрма нағыз витамин мен минерал қоймасы. Бір ғана құрманың ағзаға беретін пайдасы мыналар. Жұмсақ, табиғи иммунитет көтергіш. Құрамындағы дәрумені тұмау мен суық тиген кезде ағзаны қолдайды. Анемияның алдын алады. Құрмада темір бар. Ол қан түзілу процесіне қатысып, гемоглобин деңгейін арттырады. Күніне 100 грамм құрма жеу қаназдықтың алдын алудың ең табиғи жолы. Зәр айдайтын қасиеті бар. Калий мен кальцийдің арқасында ағзадағы артық суды шығарады, бірақ бүйрекке зиян келтірмей. Құрманы дәріден гөрі қауіпсіз, табиғи ем деп айтуға болады. Қорытынды. Апельсин, лимон, анар, құрма бәрі біз күнделікті жеп жүрген қарапайым жемістер. Бірақ олардың ағзаға тигізетін пайдасы таңғаларлық. Иммунитетті көтереді. Жүрек пен қан тамырын қорғайды. Қан қысымын реттейді. Теріні жақсартады. Асқазан жұмысын қалпына келтіреді. Қан сапасын арттырады. Жасушаларды қайта қалпына келтіреді. Энергия береді. Қабынуды азайтады. Ағзаны тазартады. Бір сөзбен айтқанда, табиғат бізге дайын ем беріп отыр. Тек оны дұрыс пайдалану керек.